Сүйкімді балалар, енді Ербулан деген ертегіні сендерге айтып береміз. Ертекте Ербулан атты сыбызғышы жігіттің басынан кешкендері арқылы жауыздық, арамдықты жеңіп, соңында бақытты тұрмыс өткізіп, небір әсем сыбызғы күйлерін ел жұртқа тарту еткені айтылады. Ертеде, ешкі жүні бөртеде бір жігіт болыпты, оның азан шақырып қойған аты Ербулан екен. Оның ең жақсы көретін өнері сыбызғы үрлеу екенде, күні бойы сыбызғы үрлеп жүріп, жиған терген байлығынан жұрдай болыпты. Қалтасы қағылған соң, достары да одан безіп, жайына кетіп, жігіт сыбызғысын қолына алған күйі сопайып, жалғыз қалыпты. Ал оның сыбызғысы қасиетті ағаштан ойып жасалған, үні құлақтан кіріп бойдалар, сырлы да мұңлы екенде естіген жанды өзіне баурапты. Енді Ербулан жаһан кезіп, дүниені аралап келуге бекіп, жолға шығады. Көптеген айгылы шаһарларға барады, ондағы халық бұланның сыбызғынын естіп, қуана қарсы алады. Жаһан кезіп көп жылдар жол жүрген бұлан ел жұртын, ата-анасын сағынады. Бай құстар не күн көріп жатыр екен, тірі ме, өлі ме екен деп ойға батады. Көңіліне күдік ұялап, ата мекеніне жол тартады. Ол аулына келгенде бір жағына қисайып, құлағалы тұрған үйін көреді. Үйіне кірсе, тірі пенде жоқ. Бұлар қайда кетті деп көршілерінен сұрастырады. Көршілері, әке шешең қайтыс болғалы бірер жыл болып қалды. Өлерлерінде екеуі де сен ауыздарынан тастамай айтып кетті, дейді. Қатты қасіреттенген бала жігіт зират басына келеді. Марқұмдардың басына белгі орнататында жан шықпай, қара топырақ үйіліп қойылған екен. Ербулан ұзақ күн зират басында отырып, Құдайға жалбарынып, ата-анасына дұға бағыштайды. Қас қарая есік-тесігінен жел гулеген ескі үйіне оралып, сонда тұрып қалады. Күні-түні жалғыздарынан топырақ та бұйырмай, жоқшылықта өксіп өткен мүсәпір қарттарын ойлап құсаланады. Бір күні бұланның жаман лашығының алдына қайдан келгені белгісіз бір бейтаныс ару қыз келіп, торығып отырған бұланнан сұрайды. Бұланның лашығы ма? «Иә», дейді бұлан. «Сен көп назалана берген соң, ата-анаң жіберді мені, саған адал жар боламын», дейді қыз. Бұлан аңтарылып қалады. «Сенің кім екеніңді, қайдан кеп қайдан тұрғаныңды да білмеймін. Оның үстіне сіңірі шыққан күйдеймін. Қалай бағам сені? Жоқ, мен сенімен үйлене алмаймын». Сонда әлгі мейірімді сұлу қыз айтыпты. «Егер сен қуып жіберсең, өлімнен басқа жол қалмады маған. Енді үйіме қай бетіммен барамын?» Жігіт сасыпты. Дегенмен қыздың сөзі орынды сезілгесін, үйге кіргізіп, той жасауға серттесіпті. Сұлу қыз табалдырықтан аттасымен үй іші реттеліп, айнадай болып, жарқырап шыға келеді. Ертесінде жас келін жанынан бір қалта шығарып, қалтадан 4-5 теңге алады да күйеуіне береді. «Мына ақшаға жібек жіп сатып әкел, артылғанына аз қаларсың», дейді. Жігіт қалаға барып жібек жіп сатып әкелді.
сұлу таңды таңға жалғап тоқи бастайды. Ақыры көздің жауын аларлықтай таңға жайып кілем сурет тоқып бітіреді де күйеуіне: мына суретті қалаға апарып 300 теңгеге өткіз, одан кемге сатпа, бұл сырлы сурет, дейді. Жігіт суретті кілемді қалаға алып жөнеледі. Ол жар салып: қараңдар, қараңдар, бұл қасиетті кілем, депті. Қала халқы жігітті қаумалай келіп, тамашаласып, көздерінің сұғын қайтарған соң: «О, неткен керемет, мұндай гүлді кілемді тұңғыш рет көріп тұрмыз. Қанша сұрайсың, жігіт?» деп табырласады. 300 теңге, 300 теңге, дейді жігіт. Бір саудагер сұраған ақшасын санап береді де бұланнан сұрайды: «Өй, сен кімсің? Мұна қасиетті зат қолыңа қалай түсті?» «Мен бұлан деген кедей сыбызғыш адаммын. Мұны әйелім тоқыды», деп жауап қайтарады жігіт. «Хош, сонымен не керек? Керемет кілем суреттің дақпырты лезде бүкіл қалаға жайылады. Кілемді көруге ынтыққан жұрт саудагердің есігінің алдын босатпайды. Саудагердің де тасы өрге домалап, саудасы қызып кетеді. Таңға жайып сурет жайлы хабар сол өлкөдегі зұлым бай манаптың құлағына жетеді. Ол нөкерлеріне: «Жаман сыбызғышының сұлу әйеліне теңі. Сұлудың орны кедейдің лашығында емес, салтанатты сарайда. Бір амалын тауып, бұланның әйелін тартып әкеліңдер маған», деп бұйырады. Сонда нөкер тұрып: «Одан оңай шаруа жоқ. Бұланды күлден 1000 орам арқан естеп бұйырып беріңіз. Есі алмаса әйелін берсін», дейді. Жөн-ақ, деп қуанып кеткен зұлым бай бұланды сарайға шақыртады. «Әмірші мені негіздей қалды екен», деп бұлан секем алып қалады. Әйткенмен жарлыққа қарсы тұрар қайраты жоқ, сарайға жөнеледі. Бай оған: «Қасиетті кілемді сенің әйелің тоқыды ма? Қолы алтын екен, Біз сені сондай зерделі әйелге лайықты ма, лайықсыз ба деп ойлап, бір шаруа тапсыруға ұйғардық. Ертеңге дейін күлден 1000 орам арқан ес. Қолыңнан келмесе бар ғой, әйел сенің теңің емес деп есептейміз де тартып аламыз», дейді зілден. «Құптақсыр», деп бұлан үйіне қайтады. «Енді қайттым», деп қасіреттенеді ол жолшыбай. «Күлден арқан ескенді кім көрген?» Үйіне келсе әйелі абыржи күліп отыр екен. «Әмірші неге шақыртыпты?» деп сұрайды. Бұлан сұлуға әміршінің сөзін жеткізеді. Келіншек айтады: «Онысының жайы оңай, алдымен 1000 орам арқан сатып әкел», депті. Бұлан айтқан арқанын жеткізеді. Келіншек арқанды бір сандыққа салып, үстіне тұз себеді де өртеп жібереді. 1000 орам арқан бықсып жанып, бетіндегі тұз қабыршықтанып, сынын бүлдірмей сақтап қалады. Сөйтіп әп-сәттақ күлден есілген арқан дайын болады. Таң сәріде бұлан күл арқанды алып сарайға барыпты. Таң тамаша қалған әміршілер мысы құрып, бұланды үйіне қайтаруға мәжбүр болады. Алайда арада аз кем уақыт өткен соң бұланды тағы да сарайға шақыртады. «Енді не тапсырар екен?» деп ойленеді бұлан. Әмірші бұл жолы өте қиын міндет жүктеп жібереді. «Өзі гүлдеп тұратын дауылпаз әкел», дейді.
Бұлан үйіне қамығыңқы көңілмен оралады. Әйелі асыға күтіп отыр екен. Енді неге шақыртыпты? Деп сұрайды. Билеуші өздігінен гуілдеп тұратын дауылпаз табуға жұмсады. Оны қайдан іздеймін? Сол-ақ па? Дейді әйел. Түкке тұрғысыз шаруа ғой бұл. Қалаға бар да ескі дауылпаз сатып әкел. Ал ертең таң бозынан тауға шығып, қара қоңыз араның ұясын іздеп тапты, ұясымен қосып алып кел. Бұлан сайыбының айтқанын бұлжытпай орындайды. Қоңыз араны ұясымен бірге еппен дауылпаздың ішіне салып, көнінің жыртығына қағаз желімдейді де, күйеуінен сарайға беріп жібереді. Бұлан дауылпазды арқалап, сарайға кіреді де, әміршінің алдына қояды. Сұраған дауылпазыңызды әкелдім, тыңдап көр, дейді. Әмірші мен нөкерлер айран асыр болады. Дауылпаз өздігінен гуілдеп тұр. Мұның сыры неде екен деп, дауылпаздың бетіне керілген көнді тесіп, ішіне үңіліс еді. Сол-ақ екен шығарға тесіп таппай соқтығысып, әбден ызаланған қалың ара бұлттай қаптайды кеп. Билеуші мен қызыққа жиналған нөкерлер дырағайлап қаша жөнеледі. Бірақ ашара қойсын ба, бұрыштан бұрышқа қуалап шағады. Сарай іші бір емес 100 дауылпаз қатар гуілдеп, дүңкілдеп тұрғандай азан-қазан болады. Бірер күн өткенде сарайдан бұланды шақыра жаушы жетеді. Бұл жолы бұлан жігіт шындап қысылады. Әйелімен қош айтысып сарайға кетеді. Сүйретіліп, табалдырықтан зорға аттаған бұланға әмірші жаңа тапсырма береді. Жарлығымды екі етпей, 2 мәрте орындадың. Енді маған бар ғой, 7 дей ұстап әкеліп бер. Әкел алмайды екенсің, әйеліңмен қоштасасың, деп ақырады. Мұны естіген бұланның жаны мұрнының ұшына келгенімен, құп тақсыр, деп басын иеді. Үйіне келсе, әйелі қатты абыржып отыр екен. Тағы не керек дейді әмірші? Дыйы ұстап әкеліп бер дейді, әйтпесе сені тартып алмақшы. Мұның мәнісі қиындау екен ау. Әміршіге барып, 1 апта мұрсат сұра, дейді келіншек. Бұлан әміршіден 1 апта күте тұруды сұрайды. Билеуші сәл ойланып келіседі. Әйелі бұланның жолын тағатсыздана тосып отыр екен. Есіктен кірісімен, билеуші мұрсат берді ме? Деп сұрайды. Берді, дейді бұлан. Ендеше қамықпа, мен төркініме барып қайтайын, депті сұлу. Қыз төркінінің о дүниеде екенін білетін бұлан одан алаңдаса да сыр білдірмепті. Келіншек өзі келген уақытта лашықтың алдына жаулығын жайыпты да басып тұрып көзден ғайып болады. Бірнеше күннен соң келіншек 7 диуды бастап лашықтың алдынан пайда болыпты. Диулардың әрбіреуінің көтерген зілдей қарулары бар екен. Олар табандары жерге тиісімен түзем құрап тұра қалады. Баста бізді зұлым әміршіге, дейді диулар күркіреп. Бұлан 7 диуды бастап сарайға тартады. Әміршінің алдына келіп, ал тақсыр дегенің орындалды. 7 дию есіктің сыртында тұр, дейді. Билеуші сенер сенбесін білмейді. Мүмкін емес, дейді ол. Сол кезде сарай сыртында аспан айырылып, жер жарылғандай боп, күн күркіреп қоя береді.
әмірші сонда ғана сеніп, өзінің астамшылығына өкініп, бұланға тізерлеп жалынады. Айналайын бұлан, айыптымын, жаздым, жаңылдым, кеше көр, мына пәлекеттеріңді алып кет, тұтас бір өңірді еншіңе берейін. Бұлан келіншегімен ақылдасады да билеушіге. Жарайды, жаныңды қалдырайын. Енді қысастық қылсаң, 7 диюды дағы ертіп келемін, дейді. Бұлан халықты дүрбеленге түстірмес үшін диюларды тыныштандырады. Әйелі оларды келгенізімен жолға салып қоя береді. Сол күннен бастап ел ішіне бұлан диюларымен дос екен деген қауесет таралады. Әмірші оған аса қымбат сый-сияпат тарту етіп, кешуін өтінеді. Қайтып, бұланның маңы тұрмақ, шаңына жоламайды. Ал бұлан өзінің өнерпаз сұлуымен алқып-шалқып өмір сүрді. Халқының көңілін аулап, небір әсем күй шығарыпты.